Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай ерекше және өте оңай пісірілетін восточный пирог атты бәліш пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. 240 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 50 грамм қантты қосып тағы да араластырамыз. 130 грамм жұмсақ сары май қосамыз. Қамыр илеуге кірісеміз. Бір жұмыртқа қосып, барлығын біріктіреміз. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды целлофанға салып, 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. 120 грамм грек жаңғағын майдалап тураймыз. Нанды жаюға кірісеміз. Ол үшін формамыздан шамалы үлкендеу пергамент қағазын кесіп аламыз. Мен формамның диаметрі 26 см. Енді түбінде поддонын алып, пергаменттің үстіне қойып, үстіне шамалы ұн себеміз. Сосын қамырды соның үстіне қойып, жаямыз. Қамырдың жан-жағын ішіне қарай осылай бүктейміз. Қамырымызды осылай формочкаға отырғызып, жан-жағында бортиктерін шығарамыз. Енді салмамызды саламыз. 120 грамм грек жаңғағын осылай бір келкі қылып жайып шығамыз. Сексен грамм жуылған мейіз саламыз. Енді салмамыздың үстінен 350 грамм қойылтылған сүт құямыз. Сосын қойылтылған сүтімізді қасықпен бір келкі егітіп, барлық жерге жағып шығамыз. Егерде сіздерде формочканың диаметрі 26-дан кішірек болса, онда қойылтылған сүтті шамалы аздау құйыңыздар. Бәлішті духовкада 180 градуста 30 минут пісіреміз. Мінекей бәлішіміз дайын болды. Қазір кесіп ортасын көрсетемін. Бәліш өте дәмді және өте жұмсақ болып шықты. Достар, егерде сіздерге рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар басқа да әлеуметтік желілерде достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.